Шерхан Мұртаза. Сол бір күз. Биікте шу-шу етіп құрқылдай ұшып жүр. Маңбұлақтың бір бұлағы шоқыбас сайы. Жарқабағы шұрық тесік, жыбырлаған құрқылдайдың ұясы. Құстар ұяларын тастап, қыс болмайтын жаққа кетпекші. Соны көріп, қыстың келе жатқаны Ноянның есіне түсті. Торытайдың үстінде күн шуақтап отырса да, аяз қарып өткендей тұла бойы түршікті. Былтырғыдан да ауыр қыс болатын бала жүрегі күн ілгері сезгендей. 43-ші жылғы қыс естен сірә шыға қоймас. Ноян былтыр желтоқсанда тобан аяқ болып мектепке бара алмай қалған. Тәңірі жарылқағыр Тимофей шал көтерем өлген өгіздің терісінен шикі шоқай тігіп беріп, әбейір болған. Шоқай су тисе езіліп жүре беретін. Бірақ шұлғауын қалың орап, элекерлеп мектепке барып қайтуға жараушы еді. Биыл қыста өгіздің терісі табыла ма, табылса оны Тимофей тағы тігіп беруге келсе қоя ма? Ноян Торытайдың күзеген жалын сипап, осыны ойлады. Тай бұл күнде жуасып қалған. Оттамастан мүлгіп тұр. Қолда бір ойдың шырмауында сияқты. Торытайдың енесін былтыр әскерге алған. Әскерше киінген екі адам колхоздың бастығы үшеуі келіп, жылқы аралап, ішінен бірнешеуін таңдаған. Біреу осы Торытайдың енесі. Өте еңселі, тұлғалы бие еді жануар. Әскери адамдар оның тісін ашып көрді. Кеудесін, тұрқын, тірсегін, тіпті құйрығына дейін сантиметрлеп өлшеді. Торытай енді енесін сағынатын болу керек. Анда-санда адамша күрсінеді. 15-ші бет. Қазір жылқы сайдың табанында жайылып жатыр. Бұрынғыдай сусымай емес, көлік малы көп ойқастауға жоқ. Қамыттан мойны босаса болды, 4 тағанда басын оттан алмайды. Жылқы жылжып өткен сазда пырдай боп жас тезек қалады. Сайдың қабағынан қарағанда ойпаңда қаптаған қасқалдақ қонып отырғандай. Шөп қатайған, гүл семген. Көбелек қалтыңдап көп ұшады. Бірен-саран қалған теңге жапырақтың қызғылтым гүліне тұрақтамайды. Шырын шықпаған соң тез-тез ұшып кетеді. Сәмбі талдың жапырағы үн-түнсіз үзіліп, бастауға қалқып түседі. Енді бір сәт сарғайған жапырақтан қайнардың мөлдіреген қара суы көрінбей қалады. Ноян тау жаққа қарады. Тауға таяуда белуарына дейін қар түскен. Соны көріп, өзінің жалаң аяқ екен тағы да есіне алды. Ноян әскердегі ағасына хат жазып қойған, бірақ қалтасында жүріп тозды. Хаттың соңында ағасынан бір бәтеңке ала келуін өтінген. Ал хатты қайда жіберерін білмейді. Ағасы соңғы хабарында әзір хат жазбай қоя тұрыңдар, белгі өзімнен болады. Жаңа адресімді айтып жазамын деп еді. Жарты жыл өтті. Содан бері дерек жоқ. Кенет, керемет. Ноянның көктен іздегені жерден табыла жаздады. Сай басындағы қара жолдан бозаңдатқан шаң көрінді. Үсті жабық 3 арба қаз қатар тізіліп, адамдары азан-қазан әндетіп, көшпелілер келіп, сазға аттарын доғарды. Алдыңғы арбадан кеспелтек келген дударбас кісі секіріп түсті де, «Охо!» деді. Қызыл етікті аяғымен көгалды жерді теуіп шірене қалды. Жылқының пысқырғаннан басқа дыбыс естілмеген сайдың іші лезде хан базардай гуледі. Тек 13-14 жаста ботагөз қыз ғана басқаларға қосылмай оқшау тұрып, қолындағы қобдишаны ашты. Ішінен қалақтай қобыз шығарып алды. Ноян оның скрипка екенін білмеуші еді. Бағанадан бері көшпелерден бойын аулақ ұстап шет тұрған. Шашы өрілмей иығынан сусып төгілген, алабажақ көнетоз көйлек киген кішкентай қыз скрипканы иығына иегімен қысып алып, нәзік саусақтары майысқанда Ноянның тұла бойын ыссы бір толқын жүгіріп өтті. Еріксіз тебініп еді, Торытай бір-бір басып, табырға жақындай түсті. 16-шы бет. Басқа күйбің қу тіршілікте қыздың ісі болмады. Кең дүниеде өзі және скрипкасы ғана тұрғандай, өз ойынына өзі елітіп,
баяу ғана көзін жұмды. Ноян мұндай музыканы бұрын естіген емес. Таудың басындағы күміс тәжді алтын нұрға малып, күн шығып келе жатқанда, соның шапағынан оянған дүние әлемнің ән салғанындай, айлы тыныш түнде жалғыз бұлбұлдың таңдай тақылдатқанындай. Бала бәрін ұмытты. Өткен қысты да, келер қысты да, жалаң аяғында, апасының іңір қараңғысында қызылшадан титықтап әрең жетіп, үні бітіп таңдайы кеуіп, бір жұтым шалап сұрайтынын да, бригадирдің айналайын Ноян, бүгін мектебіңе бармаяқ жылқы бақ деп жалынатынын да, бәрін ұмытқан. Ақыр заман осы шығар, деді бір кез Ноян өзіне өзі. Апам айтушы еді, ақыр заман бұларда жердің жүзінен сиқырлы ән жүріп өтеді. Оған ілескендер қайтып жер бетіне оралмақ емес. Ол сиқырдан ешкімде аман қалмайды екен деп. Сол осы болар. Бір мезгіл бала осы көшпен ілесіп, алысқа кеткісі келді. Тек ұдайы мына музыка ойнап тұрса ғана. Бірақ кешке үйге қызылшадан ерні кезеріп келетін апасын, оған шалаттық айран қалдырмай ішіп қоятын інілерін ойлады. Көшке ілесе алмайды. Мына музыка көрген түстей. Түсте де осындай бір ғажайып шақтары болады. Оның ойын дударбас кісі бөліп жіберді. «Әй, жігіт!» деді судай қазақша. «Кімнің баласысың?» «Шақаманның». «Әкең жоқ қой?» «Жоқ, оны қайдан біледі?» «Ағаң әскерде ғой?» «Әскерде, оны да қайдан біледі?» «Мен білемін сен ағаңды, ол нағыз батыр. Көрсем сенен сәлем айтамын. Астындағы тайыңды сатасың ба?» «Сатпаймын, бұл колхоздікі». «Әй, ақымақ. Мен білмейді дейсің бе? Әрине, сенің әкеңнен қалған тай емес. Мұндай тайы бар адам жалаң аяқ жүрмейді ғой». 17-ші бет. Ноян аяғын қоярға жер таппай, Торытайдың қолтығына қыса түсті. Қыз естіп қойма деп қысылады. Дударбас жабық арбаның ішінен бір пар бәтіңке алып келіп, тайдың шоқтығына іле салды. «Мә, білемін, қиналып жүрсің. Ағаң келеді соғыстан. Бұдан да жақсы бәтіңке ала келеді. Мынау да жаман емес. Рабочий. Талай қыста тепкілеп киіп шығасың. Сенбей тұрсың, Тегінен тегін қайтып алам деп тұрсың ғой. Азаматсың. Сенде ондай күдік қалмасын. Бір қамыт әкеп бере ғой». «Иә, кәдімгі аттың мойнына кигізетін қамыт. Білесің ғой қайда жатқан. Қазір арбакештер аттарын шығарып түстікке кетті. Барып аласың да қайтасың. Жан баласы көрмейді де, білмейді де. Бар, шап. Сенбесең, бәтіңкені ала кет». Ноян қызылша жаққа қарай шоқытып бара жатқанын білмей қалды. Қызыл изен, тас мияның арасынан бір топ бұлдырық пыр-пыр етіп ұша жөнелді. Сары ала күзде қызылша даласы тым жасыл боп жайқалып жатыр. Аршылған тәтті тамырлар семіз қойдың құйрығындай теңкиген. Аттары шығарылған арбалар қаңтарылды. Жас баласы жоқ. Тек жапырақтан құрттерген зымыран шымшықтар ғана шиқ-шиқ етіп ұшып жүр. Арбакештер жапырақ астына жасырып кеткен қамыттардың бір ілінгенін Ноян тай үстінен көкпарша жұлып алып, пастрәмкесін салаңдатқан күйі салпылдап кері шапты. Тұяқ астында қызылшаның жапырағы қаршылдады. Соғыс жылдарының соры қалың аттарының тері сіңіп, қолқан атқан қамытты жылқышы бала Дударбас кісінің алдына шиырып ұрды. «Кет енді бұл жерден», деді Дударбас. Мұнысы қиын болды. Баланың осында қала тұрғысы келіп еді. Шашы өрілмей иығына төгілген скрипкашы қызға қарай бергісі келіп еді. Бірақ қызыл етікті «Кет», деді, бұрынғыдай емес, жауға қарайды. Қолында бәтіңке келе жатқан Ноян бұлай шыққанда аңдады. Ескіде болса қайсы қалың рабочий бәтіңке. Қыстың уайымынан құтылғандай еді. Бірақ еш қуанышы сезілмеді. Біреуді өлтіріп, аяғынан сыпырып алғандай суық көрінді. 18-ші бет. Көшпелілер апыл-ғұпыл жинала бастады. Сайдың тасынан қалаған ошақтың оты бықсып, жұрты қалды. Қара жолдың бозала шаң шұбатылып, шағын табыр батысқа қарай тартып отырды. Кешке үйге келгенде, апам бұл бәтіңкені қайдан алдың десе, не демекпін?
Қамытты арбакештер қазір-ақ іздеп жатқан шығар. Апасы айтушы еді, біреудің сабақты инесін алушы болма. Ағаң алыста от пен судың арасында жүр. Біреудің бір нәрсесіне тиіп, ағаңның ақ жолына жаман ырым жасама, деп. Соны қалай ұмытқан? Мына сасық бәтіңкеге бола ағасына мысық тілеу тілемек пе? Ноян тайдың басын бұрып, көштің соңынан шоқырақтатты. Жырым балақ, жалаң аяқ қалпында қара жолдың шаңын аспанға бұрқ-бұрқ көтеріп, көсілте шапты. Тайдың құлағының түбі жіпсіп, танауы делдейіп, демі парылдап, қос аяқты сілтей салды. Жол жағалай шоқ-шоқ өскен ақши теріс аққан өзендей сағымданып ол қалды. Тау жаққа көзі түсіп кетіп еді, қадау-қадау мұзар чоқылар шоқаң-шоқаң етіп өзімен қатарласа, жарысып бара жатқандай екен. Дударбас отырған алдыңғы арбаға теңесе бере, ауылдағы көкпаршы шалдарша әлгі бәтіңкені шатырдың ішіне атып ұрды. Дударбастың көзі бақшаң етті. Ағатай, қамытты қайтып бер, деді Ноян, арбамен жағаласа шауып келе жатып. Көлік тұрып қалатын болды, ағатай. Қызылша тасылмай қалатын болды, ағатай. Қамытты қайтарып бер. Ақмақ, деді Дударбас, жарауаттардың божысын қағып қалып. Несіне қорқасың, қорқақ? Арба тоқтап қалады, ағатай. Ақымақ, қорқақ. Жабуыл арбаның ішінен скрипкашы қыздың өрілмеген сусыма қара шашы көрінді. Қыз әлсіз жіңішке қолдарымен арбадағы дәу қамытты тырмыса тартып, лақтырып жіберуге әрекет қылды. Дударбас артына бұрылып, божыны бір қолына жиып алып, бір қолымен кішкентай қызды бүріп ұстап, арбаның түкпіріне итеріп кеп жіберді. Жанында жатқан ұзын қамшыны ала салып, үйіріп, Ноянға қарай сілтеп кеп қалғанда, мылтық атқандай сарт ете түсті. Торытай оқыстан осқырынып қап, жалт берді. 19-шы бет. Ноян жалп етіп қара жолдың топырағын құшақтай құлады. Аузы басы топыраққа толып, ұзыннан түскен күйі аяқ қолын жинай алмай ұзақ жатты. Ызамен булығып шыққан жастан топырақ шыланды. Тозаң тұтқан кірпігінің арасынан керуен көрініс тізбек-тізбек өтіп барады. Жалаң аяқ қар кешкені, апасының шалап жоқта есіктің көзіне отырып қалып, қара сулы тостағанды қызылшаның топырағы тоздырған көз қолымен безге қысқан адамша ұстағаны, қызылша артқан арбалардың станцияға қарай сықыр-сықыр жылжығаны, арбакеш келіншектердің ұйық сұраған жуас күзді әлдейлеп, әлде қандай сағынышты ән салғаны, жалғыз арбаның жасыл жапырақтар арасында қамытсыз жүре алмай жетімсіреп қалғаны, күрдек қызыл изен арасынан пырпырлап бұлдырықтар ұшқаны, соғысқа кеткен енесін есіне алып, Торытайдың көз жұмып тұрып, ішін тартатыны, бәрі көшпелі көрініс. Бір ғана скрипка тартқан қыз, иығына сүмбіл қара шашы төгіліп, жанары жәудіреп, Ноянның көз алдында тұрды да қойды.